Алтын санаған аштан өлет. Қай заманда өткені белгісіз, сағат есімді үрерге үйді, сығарға бейті жоқ, сіңірі шыққан қу кедей болыпты. Ол бірде аштықтан көзі қарайып, басы ауған жаққа қаңғалақтап келе жатыпты. Әбден қалжырап, ұйқы мен деген байғұс сәл тынығып алайын деп бір құмайт жерге жантая кетіпті. Арғасына аяздай батқан жоқшылық ұйықтаса да қыр соңынан қалмаса керек. Түсінде де осы азаптан бас сауғалап қашып келе жатса, алдынан сақалы белуарына түскен аппақ қудай қария шығады. Жарлының жолын кес-кестеп, «Оян» депті. Өзің жантайған құмайттың оң жағына қарай 10 қадам жүрсең, ескі жертөленің орны бар. Сол арадағы қираған ошақтың астын сынық сүйемдей қазсаң, Сүлеймен саудагердің былғары Сақтияны табылар. Сақтияның аузын ашып жапқан сайын ішінен 1 теңгелік алтын ділде аласың. Енді қалған өміріңе бұйырған несібе осы, қанағат қылсаң, қарның тоят дейді ғайып болады. Жүрегі алып ұшып орнынан атып тұрған сағат ұйықтаған жерінен оңға қарай 10 адым аттайды. Опырылған жертөленің оқпандай орнына кезігеді. Құлаған ошақтың орнын тырналап қазып жатып. Осыдан шалдың айтқандары рас шығып, 1 ділде тапсам, тойынып тамақ ішерім. 2 ділде тапсам, дүние-ай, бала-шағамның жүрегін жалғар едім. Егер 3 ділдағы жетсе, әйеліме арнап көйлек сатып алар едім деп қиялдайды. Шалдың берген аяны айнымай келетте, айтқан орнынан әмиян табылады. 1 ашса 1 ділді, 2 ашса 2. Әмиянды 100 ашқанда үйіліп жатқан ділдаларды көзімен жей отырып, қарағымның қақ ортасынан хан сарайындай күмбезді үй салуды армандайды. Қарының ашқанын да, балаларын да бұл дүниеде әйелінің бар екенін де ұмытады. Көзіне қызылды жасылды дүние елестеген сағат 1000, 10.000, 100.000, миллион рет ашам дегенше арада 2 апта уақыт өтіпті. Өстіп отырғанда дүние қоңыз сорлының жүрегі үзіліп, бұл дүниемен хош айтысқан деседі.